Ассалаумағалейкум. Бүгін Pinduoduo'ға каргоның адресін қалай жүктейміз, соны көрсететін болам. Адрес деген местоположениенің суреті сияқты соны басамыз. Басқаннан кейін ең астыңғы ақ кнопканы басамыз, қызылды емес, ақты. Ақты жазғаннан кейін ең біріншіде күтіп алушы адам. Күтіп алушы адамға каргода жұмыс істейтін адамның аты жөнін жазатын боламыз. Мен сіздерге описанияда каргоның телеграмын, WhatsApp контактілерін қалдыратын боламын. Екіншіге каргода істейтін адамның сол каргоның нөмірін жазамыз. Үшінші кнопкаға каргоның адресін. Провинция Гуандонг. Екінші город Фошань. Үшіншіге район. Районды жаздық. Міне астыңғыға күтіп алатын адамның, сосын сіздер өздеріңіздің аты жөніңізді, телефон нөміріңізді жазасыздар. Келген кезде солай келеді. Мысалға мен қазір жазатын боламын. Астыңғы қазақша әріптерді өшіріп тастаймыз. Осы жерге мысалға ақ жол. Телефон нөмірімізді жазатын боламыз. Телефон нөмірімізді жаздық. Болды, сақтаймыз. Сақталды. Менде 3 адресте бірдей видео түсіру үшін сақтағанмын. Қалғандарын өшіріп тастасам болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесіде қалай тапсырыс беруге болады, қалай карточканы, банковский карточканы добавить етеміз, соның бәрін көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Айтпақшы, сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Сақтаған каргоның аты жедел карго деп аталады. Қазақстанда барлық қалаларында филиалдары бар.